Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше дәмді, өте пайдалы, тұмау кезінде және көктем-күз мезгілінде иммунитетті көтеруге арналған, жасалуы өте жеңіл қайнатпа сорпа әзірлейміз. Ең алдымен етімізді жуып, тазалап, бөлшектерге бөліп, қазанымызға салып дайындап аламыз. Менде қойдың еті, қалауыңызша сиырдың немесе жылқының да етінен жасауға болады. Сорпаңыз дәмді әрі пайдалы болғанын қаласаңыз, міндетті түрде сүйек қосыңыз. Мендегі ет, қойдың еті және де құйрық майдан шамалы қосып, үстінен таза суымызды құйып, бетін жауып, қатты отта қайнатып аламыз. Сорпа осылай бір қайнағаннан кейін бетіндегі көбіктерін сүзіп алып тастаймыз. Көбіктер бізде мусорлармен бірге араласып шығады, сол себепті көбікті мұқият алуға тырысыңыз. Сорпаңыздың кейін мөлдір таза әдемі болуы осы көбіктерге байланысты. Көбіктер бірнеше қайтара шығуы мүмкін, жақсылап алып тастаңыз. Үстінен бір дана пияз және де лавр жапырағын, қара бұрыштарымызды тастап, үстінен дәміне қарай тұз саламыз. Мен қойдың етін алып келгеннен міндетті түрде мұздатқышқа салып қатырмас бұрын алдын ала тұздап, сарымсағымен және де қара бұрыш сеуіп, жақсылап бірінші қойып аламыз. Содан кейін мұздатқышқа қатырып тастаймын және де шетінен алып осылай қайната беремін. Сізге де солай жасап көруге кеңес беремін. Етіңіз сонда тұзы сіңген, сарымсақтың дәмі сіңген, өте дәмді болып тұрады. Сол себепті тұзды аз қостым. Қазір қайнау барысында еттің тұзы тағы да шығатын болады. Қазанымыздың бетін жауып, жарты сағатқа қайнатуға қоямыз. Әзірге қазанымыз қайнағанша осылай көкөністерімізді турап аламыз. Мен 2 болгар бұрышын және де қызанақ қостым. Қалауыңызша қызанақ міндетті емес. Қызанақтан бір дана қоссаңыз да жарай береді. Мен ерекше дәм, ерекше түс беретін болғандықтан осылай 2 данасын қостым. Сәбізімізді де турап аламыз. Дәл видеодағыдай үлкендеу көлемде турасаңыз өте әдемі болып шығады. Картоптарымызды да дәл видеодағыдай етіп турап аламыз. Осымен біздің көкөністеріміз дайын. Көкөністерімізді ашып турап болғанша бізде шамамен жарты сағаттай уақыт өтті. Енді барлық көкөністерімізді қайнап жатқан қазанымыздың үстінен тастап, қазанымыздың астын қатты отқа қойып, жақсылап бір қайнап шыққанша бетін жауып күтеміз. Қазанымыз қайнағаннан кейін бетін шамалы ашық қалдырып, астын бәсеңдетіп, баяу отта тағы 1,5 сағат қайнатамыз. Жалпы алғанда 2 сағат шамасында біздің сорпамыз дайын болды. Енді үстінен ас-көктерімізді тастап, жақсылап араластырып, кесемізге салып ұсынатын боламыз. Өте керемет, өте дәмді. Байқасаңыз сорпасы мөлдір, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де каналға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде подписаться батырмасын басып, қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған арайлым, баршаңызға рахмет.